Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Ұйқы безі мазалап, панкреатиттен жазылуды ойлап жүрсіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен қызықты пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы панкреатитке, ұйқы безінің қабынуына ұласады. Ол тез жазылмайды. Емі де ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диетада ұсынылады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдансаңыз болады. Ұйқы безі ауруының белгілері: оң және сол жақ қабырғаның асты ауырады, іш өтеді, іш кеуіп желденеді, жиі кекіру мазалайды, жүрек айниды. Егер сіздің осы белгілер мазаласа, уақыт оздырмай тексеріліңіз. Қажетті ем шараларын жүргізу кейінге қалдырмаңыз. Егер дәрігерге баруға уақыт таппасаңыз, онда халықтық еммен мына емдерді қолданып көріңіз. Аскөк дәні емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мл қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 жұтымнан күні бойы ішесіз. Сұлы ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдеген, біріңіз білсеңіз, біріңіз білмеген боларсыз. Сұлының қай түрі болса да, ұйқы безіне шипа болатын қасиетке екендігі дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз. Қайнаған соң жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнау керек. Белгіленген уақыттан соң отын өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнінде таңертең 1 апта үзбей жүргізесіз. Ескеріңіз, ботқаға май да, тұз да, қант та қосуға болмайды. Лимон мен сарымсақ. Бұл рецептте ұйқы безінің ауруларына ем болады. Оны дайындау үшін 2 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақжелкен қажет. Панкреатиттен біржола құтылғыңыз келсе, осы емдік қоспаны әзірлеп көріңіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап жуып, блендермен ұсақтайсыз. Біркелкі езілген қоспаны шыны ысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан бұрын 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырасыз. Сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастырасыз. Қарақұмық. Ұйқы безі ауруына қарсы тұратын қарақұмық екенін білесіз бе? Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығуға болады. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қарақұмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стақан қарақұмық жармасына жарты литр кефир құясыз. Қақпағын жауып түнге қалдырасыз. Таңертең жақсылап жидетілген қарақұмықты таңғы асқа жейсіз. Егер тым көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл мөлшерді 2-ге бөліп таңертең және кешке жеуге болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажет болса тағы да қайталап көріңіз. Бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін беруі мүмкін. Қабырға астының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар үлкен дәретке де қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әрі теріңіз тегістеліп, бетіңіз тазарады. Осынау сұлулыққа ие болғыңыз келсе, бұл әдісті байқап көріңіз. Бүгінгі видеом осымен аяқталды. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.